عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر. Umar radıyallahu anhu'dan жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, қашанда муәззин, яғни муәззин дегеніміз азан шақырушы Аллаху акбар деп айтатын болса, онда сендер Аллаху акбар деп қайталаңдар дейді. Көрдіңіз бе? Сахабалар хадисті қалай жеткізіп жатыр? Қалай болды, оқиға тура солай жеткізіп жатыр, өзгертпей. Сумма қала, сөйтіп ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтатын болса, сендер айтыңдар ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтыңдар дейді. Сумма қала ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Одан кейін муаззин ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп айтады, сендер ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп айтыңдар дейді. Сумма қала, одан кейін айтыңдар хайя аля сола деп, одан кейін хайя аля сола деп айтады муаззин, сонда сендер ла хаула ва ла қувата илля биллахны айтыңдар дейді. Яғни азанда айтып жатқан кезде қайталауымыз керек, бірақ ла хаула ва ла хайя аля сола деген кезде ла хаула ва ла қувата илля билла деген зікірді айтуымыз керек. Сумма қала хайя аля фала. Одан кейін муаззин не деп айтады? Хайя аля фала деп айтады. Сонда сендер ла хаула ва ла қувата илля билла деп қайттан айтыңдар дейді. Сумма қала, одан кейін муаззин не дейді? Аллаху акбар дейді. Сендер де Аллаху акбар деп қайталаңдар. Сумма қала ла илаха иллаллах. Одан кейін муаззин не дейді? Ла илаха иллаллах деп айтады. Сонда сендер де ла илаха иллаллах деп айтыңдар. Мин қалбихи, жүректеріңмен айтыңдар дейді. Дахалал жанна, сонда сендер жәннатқа кіресіңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Жәннатқа кіру үшін міне осы амал жасасаңыз болады. Бұл хадис раваху муслим. Муслимде келетін хадис.